Күн жарық болсын, құрметті оқырман. Сіздермен бірге сіз білесіз бе Айдары? Кейін анықталғандай, кейіннен анықталғандай, ол өзінің қатысып жатқан футбол ойынын көруге барған көрінеді. Орыс тіліндегі «как выяснилось позже» қолданысының сөзбе-сөз аудармасы. Орысша сөйлем құрылысын көшіріп, сөйлемді анықталғанындай, кейін анықталғанындай деп бастамай, керісінше қазақша сөйлемді кейіннен анықталды, соңынан анықталды, немесе соңынан белгілі болды деп аяқтаған дұрыс. Бірақ мына сөйлем барған көрінеді деп бітіп тұрғанын ескерсек, соның өзі кейін анықталғанын білдіреді. Яғни, өз көзімен көргенін емес, естігенін айтқанын қолданады. Сонымен қатар өзінің сөзі де артық, деген тәуелдік жалғау сол адамның қызы екенін білдіріп тұр. Дұрысы, ол қызы қатысып жатқан футбол ойынын көруге барған көрінеді. Ол қызы қатысып жатқан футбол ойынын көруге барғаны анықталды.